Менің есімім Жана Жарылқасынқызы. Менің қазақша таргет каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басып қойсаңыздар болады. Енді кеттік. Бүгін біз қандай тақырыпты қозғаймыз? Бүгін біз таргет деген не? Таргетолог деген кім? Оның артықшылықтары, таргетолог қанша табыс табады? Ал ендеше кеттік. Қараңыздар, бірінші бұл бізде таргет. Таргет деген не екенін түсініп алайық. Таргет деген ол, қараңыздар, сіз инстаграмда отырғанда алдыңызда сіз ол адамға тіркелмесеңіз де подробный бас деп шығып тұрады, иә? Жарнама. Осы жарнаманы таргет жарнамасы деп атайды. Бұрында газет, журналда жіберетін болса, қазір дамыған заман онлайн түрде үйде отырып әлеуметтік желіге таргет жіберетін болған. Таргет деп жарнаманы айтады, иә? Бұл таргеттің артықшылығы, сіз аз бюджетпен көп доход жасауыңызға болады.